Süt қажет, кесе қажет, қант қажет, овсянка керек, бір қасық керек. Оны мультиваркаға пісіреміз. Бірінші 2 кесе су құямыз. Енді оны мультиваркаға құямыз. Енді оған сүт құямыз 1 кесе. Оған овсянка құямыз. Енді оған қасықты алып араластырамыз. Енді оған қант саламыз. Енді 15 минутқа қоямыз. Сосын старт деген жазуды басамыз. Қаша дайын болды, тамақтың дәмін көреміз. Дәмді болып пісіпті. Сіздерге осы видео ұнаса, лайк басыңыз.